Айды алыс жақының ұмытпайды мәңгілік. Халық нағыз батырын дей келе, дөңгелек үстелімізге қош келдіңіздер демекпін. Балалар, өздеріңіз білесіздер, аты аңызға айналған батыр бабамыздың өнегелі өмірі мен батыр тұлғасы туралы айтатын болсақ, бір емес бірнеше күн уақыт керек. Десе дағы біз бүгін өзіміздің білген түйгендерімізді ортаға салайық. Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысы Жуалы ауданында қарапайым отбасында дүниеге келген. Әкесі Момыш, шешесі Рәзия. Әкесі жаны жомарт, көзі ашық, көкірегі ояу кісі. Отбасыларында 4 қыздан кейін әкесі Момыш 50-ді еңсерген шағында Бауыржан Момышұлы дүниеге келіпті. Бауыржан Момышұлы өмірі мен батырлық істері шығармашылық жолы бізге үлгі өнеге. Ол ауылда қарапайым отбасында өсті. Туған ауылында мектеп болмағандықтан көршілес ауылдағы орыс мектебіне барып оқиды. Келесі жылы Жамбыл қаласындағы интернатта 3 жыл оқып бастауышты бітіреді. 1921 жылы Шымкенттегі 7 жылдық мектепке түсіп, 1928 жылы бітіреді. 20 жастан сәл асқан кезінде ол әскери міндеттікке шақырылып, өзінің бүкіл болашағын мәңгілікке әскери қызметке арнайды. Батырдың 207 рет ұрысқа қатысып, 5 рет өлімнің құрсауында қалған. 2 рет өлімші болып жараланғаны туралы ақиқат пен аңыз кітабында жазылған. Кеше өтіп, кешегі от жалыннан дүниеге ерлігімен танылған кең жауырынды талғардай тік иықты бөрі кеуде бүркіт қабақ Бауыржан қалтыраған атымнан жау ордасы Панфиловтың жорықтағы жолдасы, танк туын майдандағы көтерген гвардия бөлімінің қолбасы. Қазасы сол күндері Бауыржан Момышұлы басқарған бөлімшелердің жау шабуылын қайтарған ерліктері аз емес. Оның батырлығымен көзге түскені де тұс. 1941 жылы Москва түбінде 27 рет сәтті шайқас жүргізді. 1955 жылы армиямен қоштасты. Ол 11 ай қызыл әскер, 14 ай взвод командирі, 9 ай атқыштар полк штабының орынбасары болды. Осы қызметтердің бәрін ол адал атқарды. Оның өмірдегі басты ұстанымы шындық пен батылдық, қатал тәртіп пен биік рух. Өте дұрыс айтасыңдар балалар. 1955 жылы қаруын қаламға айырбастап, Бауыржан атамыз әдеби шығармалар жаза бастады. Екінші дүниежүзілік соғысты суреттеуде айтарлықтай еңбек еткен жазушының бірі халқымыздың қаһарман перзенті Бауыржан Момышұлы еді. Москва үшін шайқас, Жонарқа, бір түннің оқиғасы, ұстазым сынды соғыстың талай ауыр сырын суреттеген. Атақты қолбасшымыздың шығармасында әскери адамға тән батылдық, табандылық сияқты қасиет айрықша көзге түсті. Ал соғыс пен қаламды қалай ұштастырғаны туралы батыр өзі былай деп жазған екен. Бауыржан Момышұлы ескертпе өлеңі. Найзадан қолым босаса қалам алдым, толғанып оқиғаны көп ойландым. Тұрмысы бәлгегенше көргенімді жалтақтамай именбей ашық жаздым. Отырсам ойланып күнім жақын, әр адам біле бермейді сөздің парқын. Ұрпаққа арнап істеген адал еңбек, ақ ниетпен ұсындым саған халқым. Жазушы болмаған соң менің затым, көркемдегі жұмыр емес жазған хатым. Салмақтайтын санауы ер табылса, атаусыз неге қалсын менің. Балалар, міне өздеріңіз байқадыңыздар, я, мына өлеңде. Яғни өзінің қаруын қаламға қалай айырбастаған, қалай әділ болғанын туралы жазған екен. Ал ендігі кезекті бейне баянға назар аударсақ. Халық қаһарманы, көрнекті жазушы Бауыржан Момышұлы қазіргі Жамбыл облысының Жуалы ауданында 1910 жылы туған. 13 жасқа дейін ауылда, одан соң интернатта білім алып тәрбиеленген. 1932 жылы әскер қатарына алынды. Әскерден оралған соң қаржы орындарында жұмыс істейді. 1936 жылы аяқталған генерал-майор Панфилов дивизиясының 316 атқыштар құрамында майданға аттанады. Соғыстың соңғы жылдарында гвардиялық дивизияны басқарады. Кескілескен соғыс барысында 27 рет шыққан. Оның атақ даңқы мен батырлығы Александр Бектің Волоколамск тасжолы атты кітабына өзек болған. 1920 жылы Кеңес армиясы басшыларының Арнолды жоғары әскери академиясын бітіріп, әскери академияда дәріс оқумен бірге шығарды. Баяннан көрдіңіздер.
көрдіңіздер, иә, қандай оның кітаптары бар екен, не туралы жазған екен, қандай жазушы болған екен туралы бейнебаянды жаңа баяндалып өтті. Енді еліміздің тәуелсіздігі алып, қазақ тілі мемлекеттік тіл болды. Ана тіліміздің мәртебесі биіктеді. Осы орайда даңқты батыр, әскери қолбасшы Бауыржан Момышұлының 1944 жылы жазған қазақ тілі туралы пікір деп аталатын хаты ойға оралады. Тілсіз айуан дейді. Тілі кедей елді, мәдениетсіз, анайы, надан халық деп санайды. Бауыржан Момышұлы ана тілін ардақтау өлеңі. Көшеде бояу ерін сылқылдаған, бұлдырлап орысшалап жыртылдаған, ұмытып ана тілінің салт санасын, не қалды тілімізде жыртылмаған. Отбасы түсініксіз жатқан бұлдыр, газетте қазақ сөзі шылдыр мылдыр. Оқысаң алып кітап шым шытырық, тұрмау сандырақ па бұл не бұл жыр. Ер жеткендер сөйлейді орысшалап, кім отыр сөз құрысын қынапсынап, мамасы мен папасы шүршіт болып, күйдірді шүршіт бала жылап. Яғни ана тілін құрметтеу керек екенін, ана тілді төмендеп бара жатқаны жөнінде ашына жазған екен, иә. Ал енді Бауыржан атамыздың сол сияқты әрбір сөзі де мақал мәтел ретінде қазір қолданысқа еніп кетті, иә. Мақал мәтел жаттап келіңіздер де, кім жаттап келді, қандай мақал мәтел білеміз, қайсымыз айтамыз, ал айта ғой. Өлімнен құтыласың, өлтірмесең өлімге тұтыласың. Жақсы. Тексізден тезек артық, арсыздан айуан артық. Ежелден ел тілегі, ер тілегі, адал ұл ер боп туса ел тірегі. Жақсы. Тағы. Отан үшін отқа түс кимейсің. Бақаның бағынан сұңқардың шоры артық. Өте жақсы. Көп рахмет балалар. Міне көріп тұрсыңдар, иә, атамыздың қарапайым сөздерінің өзі қазіргі кезде мақал мәтелге айналып жатыр. Яғни тәрбиеге өте мән берген екен. Яғни Бауыржан атамыз бала тәрбиесіне, оның ішінде ұл балаға деген тәрбиенің маңызы зор екен баса айтқан. Атамыздың әрбір ісі, әрбір сөзінің өзі тұнып тұрған тәрбие. Оның қаламынан шыққан туындылар қазір әлемнің түкпір-түкпірінде әртүрлі тілдеріне аударылуда. Бауыржан атамыздың соғыс тактикасы, әскери мектепке арналған оқулықтары әлі күнге дейін әскери оқу орындарында ең маңызды оқулық ретінде қолданылуда. Батыр атам туралы талай ақын жыр жазған, талай әнші ән айтқан. Ғали Орманов, батырдың тұлғасы. Бұлың беліңде, бұлдыраған көк орман, бұлтты аспан төбеңде, көк жиекке оралған, көз алдымда тұрғандай, хош айтып қол алғаның, батыр көрдім тұлғаңнан, парлаған ел арманын, қолымда алдым құрметпен, тік қарауға бата алмай, жанын қиып күзеткен, көріндің кең жапандай. Ат шабысына қарай, ел намысына қарай шабады деген атақты сырым шешен. Ел намысы ер қолында, ер намысы ер қолында дейді Бауыржан Момышұлы. Бүгінгі бар жас ұрпақ осындай әрі шешен, әрі көркем, әрі батыл атамыздан үлгі алса екен дейміз, мақтан тұтса екен дейміз. Бауыржан атамыздың өмірі, өнегелі істері сіздерге үлгі өнеге болсын.